Ассаламу алейкум, Аллахқа иман келтірген мұсылман бір туғандар. Пайғамбарымыз қайсы нәрсеге бейіштен хан сарай берілішін уада қылған, жана кепілдік берген. Абу Умама радиаллаху анху риваят қылған хадисте Аллахтың елчisi Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ана заимун би байтин фи рабадил джаннати лиман таракал мираа ва ин кана мухиққа». Өзінікі тура болса дағы талашып тартышуны таштаған адамға бейіштен четінен хан сарай берілісіне мен кепілдік беремін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. «Ва би байтин фи васатил джаннати лиман таракал казиба ва ин кана мазиха». Тамашаласа да жалған айтпаған адамға бейіштен ортосынан хан сарай берілішіне кепілдік беремін. «Ва би байтин фи а'лал джаннати лиман хасуна хулқу». Құлқ мінезін оңдаған адамға бейіштен төрінен хан сарай берілішіне кепілдік беремін. Абу Дауд. Аллахтың елчisi кепілдік берген нәрсе, уада қылған нәрсе сөзсіз түрде беріледі. Анткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах аға аян қылған нәрсені ғана айтады. Келіңіздер, пайдасы тибеген жерде талашып тартышуны таштап, жалған айтуыны таштап, алыс болып, жана мүнөзүбүздү оңдоп, бейіштегі пайғамбарымыз уада қылған хан сарайларға ей болойлу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.